Сәлем достар, бұл мен Айдана, акушер-гинеколог. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы қыз-келіншектердің бел ауруына негізгі 7 себеп. Көп қыз-келіншектер осы бел аймағындағы ауру сезіміне шағымданып жатады, және негізгі себептерін осы гинекологиялық аурулар, сегіз көз, бел және де омыртқа ауруларына жатқызады. Дегенмен де біздің ағзалық ерекшелігімізге байланысты кейде бел аймағындағы ауру сезімі ол басқа мүшелердің, яғни белден алыс жатқан мүшелердің зақымдануына да байланысты болуы мүмкін. Бүгін сол себептерге тоқталатын боламыз. Әрине сіздерден лайк, кері байланыс және видеоны соңына дейін көрсеңіздер. Ең бірінші себебі ол денеге артық салмақ түсу. Яғни біз көп уақыт, ұзақ уақыт отырып жұмыс істеген кезде, немесе артық салмақ, ауыр заттарды көтерген кезде арқамыз бен бел аймағымыз ашып, сыздап, қол тигізбестей ауырады. Бұл дегеніміз денеге артық салмақ, яғни өзінің көтере алатын жүктемесінен артық салмақ түсті деген бізге организміміздің беріп жатқан сигналы болып табылады. Бұл жағдайда көбінесе массаж ең қолайлы және ең эффективті әдіс болып табылады ауру сезімінен арылуға. Одан кейін екінші себеп жүктілік. Көбінесе 3-ші триместрде, яғни босануға жақын қалған уақытта бел аймағының ауруы ол қалыпты болып саналады. Себебі бала төмен қарай түсіп, яғни басы төмен бекініп, барлық ауыр салмақ төмен бағытталғандықтан бұл кезде ауру сезімі қалыпты. Ал егер алғашқы және екінші триместрде бел аймағыңыз ауырса, демек баланың дұрыс орналаспағаны немесе қандай да бір ауытқу бар деген жағдай. Міндетті түрде дәрігер кеңесіне қаралуыңыз қажет. Енді үшінші себебі ол суық тию. Суық тию кейін қолданылатын ұғым болып табылады, және суық тиюдің де суықтанудың өзінің бір ерекшелігі бар. Әсіресе жас кезінде осы бел аймағын, белін жаза алмай қалатын қыз-келіншектер жиі кездеседі. Мысалға, үй жинаған кезде, және кілем тазалаған кезде, кілем жуған кезде. Бұның себебі салқын самалдың өзі біздің бел аймағымыздағы қан тамырларының спазмына, яғни олардың тарылуына алып келеді де, нәтижесінде жергілікті қабыну пайда болады. Қабыну дегеніміз, яғни суықтану процесі, ол жердегі бұлшық еттердің қызметін нашарлатып, сіресіп, ашып, ауру сезімін тудыруы мүмкін. Сондықтан кез келген жыл мезгілінде өзімізді жылы сақтап, денсаулығымызды күтуіміз қажет. Себебі суықтануды біз асқындырып алсақ, ол созылмалы ағымға өтіп, кейін уақыт өте келе жасын ұлғайған сайын ол ауру сезімі күшейе беруі мүмкін. Енді төртінші себебі ол гинекологиялық аурулар, әсіресе полип және де репродуктивті жүйенің жыныс ағзаларының қабынуы кезінде және кисталары кезінде осы ауру сезімі бел аймағына берілуі мүмкін. Себебі бел аймағы ол осы жыныс ағзаларының проекциясында, яғни соларға жақын орналасқандықтан ауру сезімі бел аймағына қарай таралуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде гинекологтың кеңесіне баруымыз қажет. Одан кейінгі келесі 5-ші себеп ол әрине эндометриоз, жыныстық аурулардың бірі болып табылады. Эндометриоз кезінде әсіресе етеккірдің алдында және етеккір кезінде беліңізді біреу сындырып жатқандай, біреу ұрып жатқандай, сондай шыдамайтын ауру сезіммен сүйектеріңіз қақсатып ауруы мүмкін. Және де ол ауру сезім тек қана белде емес, төменгі жаққа, шап аймағына, төменгі жыныс ағзаларына қарай, аяғыңызға қарай берілуі ол эндометриоздың белгісі болып табылады. Және ол созылмалы ұзақ уақыт ағымда жүреді. Эндометриоз кезінде тек қана ауру сезім емес, сонымен қатар қанды бөліністер, яғни выделениялардың бөлінуі және етеккір қызметінің дұрыс болмауы сияқты белгілермен қатар жүреді. Сондықтан міндетті түрде бұл жағдайда да гинекологтың кеңесіне баруларыңыз қажет. Енді 6-шы себебі ол панкреатит, яғни ұйқы безінің қабыну ауруы. Көп жағдайда
Панкреатит кезіндегі ауру сезімі ол белді айнала, ішті айнала беу тәрізді ауру сезіммен көреді. Және де сіз дәрігерге қараған кезде панкреатит диагнозын қойса, беліңіз ауырып тұрса да, онда таңғалмайыңыз. Себебі панкреатит, яғни ұйқы безінің қабынуы кезінде ауру сезімі тек қана ол оң жақ немесе сол жақ қабырға астына іштің алдыңғы бөлігіне емес, сонымен қатар бел аймағына да беруі мүмкін. Және де панкреатиттің белгісі ол кезде лоқсу, жүрек айну, құсу, іш өту сияқты белгілерімен көрініс береді. Енді келесі 7-ші себебі ол осы омыртқа аурулары, грыжа, протрузия және остеопороз кезінде бел аймағы ауруы мүмкін. Көбінесе остеопороз ол жасы ұлғайған әйел кісілерде жиі кездеседі. Себебі менопауза кезінде, яғни етеккірі тоқтаған шақта, тоқтағаннан кейінгі жағдайларда осы зат алмасу процесі нашарлап, сүйектердің сынғыштығы, сүйек тінінің серпімділігінің азаюына байланысты жиі сүйектің қызметі бұзылады. Соның нәтижесінде тек қана аяқ қолдың сүйектері емес, сонымен қатар бел аймағындағы сегіз көз, жамбас сүйектерінің қызметі де, құрылымы да нашарлап, бел аймағында ауру сезім дамуы мүмкін. Тіпті аяқ ұшындағы біз сезімталдықты сезетін нүктелердің қызметі нашарлап, жүре алмай қалу жағдайына да алып келуі мүмкін. Сондықтан дер кезінде дәрігерге қаралып, ем тағайындаған дұрыс. Және де остеопороз бен қатар грыжа, протрузиясында омыртқа аурулары кезінде ауру сезімі әсіресе бел аймағында пайда болуы, осы бел омыртқаларының қызметінің нашарлауы, сол жердің тіндерінің бұзылысы кезінде жиі кездеседі. Сондықтан сіздерге айтар берер кеңесім, ауру сезіміне шыдап жүре бермей, дер кезінде не себептен ауырып жатыр, соны анықтап ем алсаңыздар. Себебі біздің организміміз ауру сезімі ретінде бізге өзінде бір нәрсенің, яғни дұрыс емес болып жатқанын, қызметін нашарлап жатқанын бізге сигнал ретінде беріп отыр. Біз ол сигналы дұрыс қабылдап, дер кезінде организмімізге көмек беруіміз қажет. Егер уақыт өткізіп алсақ, ол үлкен асқынуларға алып келуі мүмкін. Нәтижесінде ең соңғы нәтижесі ол мүгедекке дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан дер кезінде дәрігерге қаралып, себебін анықтап, оны жойып, жақсы сау күйде өмір сүрген әлде қайда дұрысырақ. Сіздерге берер кеңесім осы. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.